Мына сызбаны былай түсіндіреміз. Қараймыз. Бізде қандай мәндер бар? X X, бар, Y. X бар және Y бар. Мынау бізде қандай операциялар өрнектелген? Инвестор тұр. Инверсия. Ә, Терістеу және көбейту. Ага. Терістеу және қосу, да? Терістеу және қосу. Яғни X пен Y, то есть мына екі кіретін жерін қараймыз. То есть X пен Y бірінші не істеп тұр? Өзара қосылып тұр. Қосылып тұр және шығатын жерінде екеуі Терістеледі. қосылғаннан кейін терістеледі. Терістеуді аламыз. Так. Бізде қате берілген. Вроде мынау инверсия болу керек. Все, Y өз-өзімен көбейтілмейді. Так. Мынау былай емес, только инверсия болады. Яғни осы мәніміз келеді да, мына Y пен қандай амалмен қосылады? Y терістеледі. Бірінші Терістелгенде Y-ті терістеп аламыз, дұрыс. Y-ті терістейміз. Одан кейін оған мына қосылады. шыққан амалымызбен мынау не? Қосылады. Қосылады. Так, общий жақша қыламыз. Сосын Енді терістеледі. соңғы амалымыз қалды. Бұл бізде не? Так, мынаның сыртында терістеліп тұр еще. Так, соңғы амалымыз Потом көбейтіледі мынау көбейтілген. терістелгеніне Мынаумен қайттан көбейтеміз, да? Мгм. Так, көбейтуді просто давайте көбейту деп алайық. Одан кейін X плюс Y терістелген. Терістелген. Ага. Так, түсінікті ғой. Осы сызба бойынша Иә. кімде проблема бар? Сұраңызшы. Так, ешкімде проблема жоқ ғой деймін, да? Так, все, проблема болмаса, керемет. Так, мынаны көрейік. Мына жерде неше мәніміз бар? X бар, Y бар және Z бар, да? Так, әрқайсысын жеке терістедім мен. Қай жерде? Яз? Микрофонды қосып айтсам болады, былай үлгермей жатсаң жазып. Мына жерде ғой X пен Y терістеді ғой. Так, мына жерде ма? Одан кейін әрқайсысын бөлек-бөлек терістеді ма? Мысалы, Y-ті бөлек, X-ті бөлек. Жоқ, X-ті бөлек, Y-ті бөлек емес. Мына жерде қара. Бірінші қандай амал орындалады? Терістеу, қосу мен терістеу. Бірінші қосылады. Қосылады, Иә. и қосылғаннан кейін барып, сол өрнек болады ғой, X пен Y қосылады. Осы өрнекті терістейміз, общий. Түсінікті ма? Иә. Бірінші қосыламыз, сосын барып терістеу. То есть әрқайсысын терістеп, там не істесең, уақыт жоғалтып аласың. Лучше бірінші қосасың, одан кейін терістейсің. Так. Сұрақ бар ма тағы? Так, сұрақ болмаса, давайте мынаны бірге істейік. X, Y, Z бар. X, Y, Z көбейтіледі. Иә, X, Y, Z үшеуі көбейтіліп тұр. Так. Там X, терістеледі. Y плюс Z. Көбейту ағай. Көбейту. Так, үшеуі көбейтіледі да, сосын барып терістеледі. Так, мына жердегі амал. Z, ой, Y терістеледі. Y-тің өзі терістеледі, да? Так, Осы өрнекке қосылады. так, Y терістеледі. Қай өрнекке қосылып тұр бізде? Мынаумен қосылып тұр, да? Қосылады. Қосамыз, терістелген Y-ті. Так, мынаны орындадық. Енді мынау бізде, мынау общий. Осыны алып келеміз да, жаңа Y. Көбейтеміз. Дұрыс, көбейтеміз. Так,
терістелген y пен көбейтеміз. Қараймыз, енді мына жерде дәл осылай қалдыратын болсақ, бірінші мынау орындалады, сосын мынау орындалып кетеді. Иә, Иә, поэтому жақша. бізге жақша керек болады. Так, жақшаны мына жерге қоямыз. Так, мына артықшылықты алып тастайық. Так, түсінікті ғой. Мгм. Так, жақсы, өте жақсы. Так, кстати, үй жұмысы. Үй жұмысы маған тек дәулет жіберді. Қалғандарыңыз жасадыңдар ма? Иә, Так, жасасаңдар, қазір сабақ біткен соң маған жіберіп қойың, хорошо? жақша. Жақсы ғой. Так, кеттік мынаның өрнегін жазайық. Бұл жерде неше мән бар? X, Y бар только. X-іміз бар и Y-іміз бар. X пен Y қосылып терістеледі. Так, мына амалды алайық бірінші да. X, Y қосылады, сосын общий терістеледі. Так, общий терістейміз. Так, келесі мына амалымызды орындайық. Бұл жерде X пен Y көбейтіліп, потом терістеледі. Мынау бізде Терістеледі. көбейту, мынау көбейту. Ой, мынау терістеу, мынау көбейту. Мгм. Так, X көбейтеміз. Y и общий Қосылып терістейміз. терістеледі. Енді қараймыз. Мына екеуі келеді да, мына жақта көбейтіліп тұр. Яғни осы екеуінің ортасына көбейту амалын қоямыз. Так, түсінікті ғой, яғни мынау орындалды бізде уже. Сосын жақша аламыз. Иә, жақшаға аламыз да, сосын барып, қайсыған қосамыз? X пен Y көбейткенше терістеліп көбейтілгенге Иә, қосамыз. так, мынаған қайтадан қосамыз. Қазірде қосымша түсіндіретін заттарды сабақтың соңына қарай қойық та пока. Так, түсінікті ғой, міне амал осы. Если қайталау керек болатын болса, бұл записьті там қарап, осы мысалдармен қарап қайталап аласыңдар, хорошо? То есть үй жұмысын жасаған кезде. Так, кеттік. Ну, Төрт. так, төртеу бар. А, Б, С, Д бар. Кеттік, бір-бірден алайық. Так, мына жерде. А, Б, С. А, Б, С көбейтілді. Ой, Ей, қосылды и қосылды. терістелді. Аха, так, Қосылып терістеліп дұрыс. А, Б қосамыз С-ға, общий терістейміз. Мгм. Общий терістейміз, потом, Осыған так, көбейтеміз бұны. давайте мынаны я сразу істеп тастайық. Так, міне Б мына жақтан келіп тұр. Түсінікті ғой? Так, көбейтеміз сразу Б-ға. Так, уже мына екеуін орындадық. Енді кеттік мынаны. Бұда не істеп тұр? С мен Б мен ой, С С мен мен А. аны көбейтеміз. С мен Аны көбейтеміз, потом Терістейміз. так, жазып алайық. Д-мен қосамыз. Иә, потом Д-ға қосамыз да. Так, мына жаққа жаза берейік. Б көбейтілген С общий терістейміз. Және қосамыз Д-ға. Общий аламыз да. Көбейтеміз бағанағы өрнекке. Иә. Мына жерге жақша қоюды ұмытпаңдар. Себебі көбейту соңында тұр ғой. Сондықтан оның алдындағы кейбір қосу амалдары екінші орында алып кетеді. Поэтому жақша қойып тастаймыз. Так, сосын барып ортасына просто көбейту қоямыз. Так, түсінікті ма? Иә, Иә. түсінікті. Так, сұрақ кімде бар мыналар бойынша? Бұл енді сендер там с нуля келмегендіктен уже базаларың бар ғой. Сондықтан сразу осындай практикалық там қайталау нелеріне сабақтармен өтіп жатқан. Сондықтан что уақыт алмас үшін да мынау не деген сияқты әңгімені босқа қайталап айтпас үшін. Так, бұны біледі екенсіңдер. Так, жақсы. Кім ағай деген?
Альфа не болды ау. Так, енді бұны қысқаша қайталап алдық. Енді былай жасаймыз. Егер ешкімде А мен С-ға көбейтіліп тұрған. Так, Б, С деп қойдыңыз дейді. Мына жерде ма? Қайсы? Мына жер ғой, да? Дұрыс, 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 дұрыс. Мына жерде А болады. Қателер жазып кеткен ғой. Так, осы дұрыс өрнегі болады. Так, красавчик Альфа.